Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін әдебиеттік оқу 10-шы сабақ. Бүгінгі тақырып мен қалада тұрамын. Бүгінгі сабақта шығармадағы оқиғаларды салыстырасың. Бірінші тапсырма ауыл таңы, қала таңы. Осы тақырыптарға қандай сурет салар едіңдер? Ойларыңды әңгімелеп айтыңдар. Ауыл таңы дегенде қырда жайылып жүрген мал, ертелетіп өріске бет алған қойшы, жолдың бойында кетіп бара жатқан ауыл баласы. Бәрі де тіршіліктің баяу бірақ шынайы ағысын көрсетеді. Қала таңы көшелерде алғашқы автобустар мен таксилер қозғала бастайды. Жаяу жүргіншілер асығыс, әркім өз бақытына қарай адымдап барады. Сен ұйықтап жатқанда сағат түнгі 12 болып қалды. Жұрт аяғы басылды. Алдымыздағы көшемен ең соңғы трамвай өтіп барады. Вагонда 3-4 адам көрінеді. Күндізгі қаптап жүрген трамвай, троллейбус, автобустар қайда қазір? Олардың әрқайсысының арнаулы тұрағы, демалуға жайғасатын орны бар. Олар сонда жиналады. Мұнда түні бойы ұйықтамай қызмет ететін адамдар бар. Олар әлгі мәшинелерді таңертеңгі сапарға әзірлейді. Күндіз бүлінген жерлері болса жөндейді. Іші сыртын сүртіп, еденін жуып тазалайды. Таңертең сол троллейбус, трамвай, автобустар тап-таза болып жарқырап шығады. Бүйірінде жедел жәрдем деген жазуы бар мәшине қақпадан шығып келеді. Әне, жоғары қарай бұрылып, зырлап ала жөнелді. Әлде біреу аяқ астынан қатты ауырып қалған болар. Жедел жәрдем оны тез арада ауруханаға жеткізеді. Онда ұзақ түнде көз ілмей адамды ажалдан арашалайтын кезекші дәрігерлер бар. Қалада бірнеше жедел жәрдем станциясы бар. Оларды жұмыс күндіз-түні бірдей қызу жүріп жатады. Бердібек Соқпақбаев. Келесі тапсырма әңгімені жазған кім? Ол туралы не білесің? Әңгімені жазған Бердібек Соқпақбаев. Ол қазақтың көрнекті балалар жазушысы. Менің атым Қожа повесімен танымал. Шығармаларында балалық шақтың шынайы бейнесін әсерлі суреттеген. Оның туындылары тәрбиелік, мәні зор және оқырманға ой салады. Келесі тапсырма мәтіннің әр бөліміне ат қой дейді. Балалар бұл жерде бірінші бөлімге түнгі қала, екінші бөлімге жедел жәрдем деп ат қойсақ болады екен. Бесінші тапсырма өлеңді тыңда. Мазмұн ауызша мазмұнда таң, аспан нұрға боянады, көшелер де көріктенеді. Біздің қала оянады, оятады көліктерді. Бау-бақ бейне той алаңы, шашты сәуле ұшқындырар. Біздің қала оянады, оятады құстың бәрін. Кептер жемге тояды әлі, қоқым дәмді ептептерді. Біздің қала оянады, оятады мектептерді. Келді міне күз бұлдана, жапырақтар желбіреді. Біздің қала оянады, оятып тұр енді мені. Ертай Ашықбаев. Бұл жерде балалар өлең ауыл мен қала туралы айтылған екен. Яғни ақын бұл жерде ауылдың, қаланың тіршілігін баяндап берген. Алтыншы тапсырма түсініп оқы. Өлеңнің авторы туралы әңгімеле. Ертай Ашықбаев ақын аудармашы. Ол 1956 жылы Ақтөбе облысы Теміртау ауданы Бабатай ауылында туған. Балаларға арналған ашық сабақ, жақсы баға және тағы басқа өлең жинақтары бар. Жетінші тапсырма кестедегі сұрақтарға жауап бер. Бұл жерде балалар мәтін, шығарманың түрі, тәуліктің қай мезгілі, оны неде аңғардың, тағы қандай оқиғалар қосар едің дейді. Мәтін сен ұйықтап жатқанда бұл шығарманың әңгіме түріне кіреді. Балалар 7-ші тапсырмадағы кестедегі сұрақтарға жауап беріп, дәптеріңізге жазып аламыз. Балалар 2-ші кестені де толтырып, дәптеріңізге жазып аламыз. Балалар, сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.